Сәлем достар, сіздермен Фариза. Бүгін осындай жұмсақ, үлпілдек, өте әдемі болып шығатын, ішінде шоколады бар бауырсақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен үлкен ыдысымызға жылы суымызды құямыз және күнбағыс май, бір дана жұмыртқамызды саламыз, ашытқымызды саламыз, қант саламыз және тұз саламыз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Енді осының үстіне еліктен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Аз-аздан осылай қамырымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап, тығыздап, бастырып, ашытуға қоямыз. Бір жарым сағатта қамыр бізде ашиды. Мінекей, әдемі болып көтерілген. Қамырымызды екіге бөліп, осылай ұн сеуіп бөліп аламыз. Енді бауырсағымызды жаятын боламыз. Қатты қалың емес, жұқа емес, орташа қыламыз. Кез келген өзіңізге ыңғайлы осындай домалақ пішіммен бөліп алыңыз. Және майымызды алдын ала қыздырып қоямыз. Мінекей осындай болды. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салып, екі бетін айналдырып, пісіріп аламыз. Осындай болып бізде әдемі болып көтеріліп піседі. Барлығын пісіріп алдық. Мінекей күшті болып шыққан, әдемі көтеріліп піскен. Енді өзіңізде бар кез келген шоколадты пайдалансаңыз болады. Алдын ала кішкене май қосып, ертіп алсаңыздар да болады. Осылай салафанға салып дайындап аласыз. Енді біздің дайын болған піскен бауырсақтарымыздың шетін кішкене осылай кесіп, ішіне шоколадымызды құйып шығамыз. Әдемі болады. Мінекей кішкене ғана бұрышын кесіп, осылай шоколадыңызды құйып шығасыз. Қатты көп құюға да болмайды. Себебі бұл үлкен болғанмен іші бос болып тұрады. Мінекей барлығын осылай жасап, дайындап қоясыз. Мінекей шоколады бар, шоколадты бауырсағымыз дайын болды. Өте әдемі болып шыққан керемет рецепт. Жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балаларыңызға қатты ұнайды. Осылай жасап көріңіздер. Шай ішуге енді өте керемет. Жей бергің келеді ғой шаймен бірге. Жасап көруге кеңес етемін. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған Фариза. Ас болсын, сау болыңыздар.